Көке, анамды қатты ренжітіп қойыпсың ғой. Иә, айтпа. Қалай анасының көңілін табуды біле ме? Менде бір ой бар. Анам үнемі мұңайған кезінде осы альбомға сурет салады. Мен оны білдіртпей қарап жүрмін. Мен де қарап көрейін. Қалай? Ұйықтайтын уақыт болды. Жүр, тісіңді тазалайық. Жақсы. Директор хан, сізге де дәрі ішетін менің альбомым ғой. Менің альбомым дейсің? Ал ішінде менің суреттерім ғой. Ол сен емес. Бәрінде де екі көз, мұрын, ауыз бар ғой. Сен дегенді қайдан шығардың? Жай ұқсап кеткен шығар. Заттарымды ақтаруға кім рұқсат берді? Не дедің сен? Ұйықтайтын уақыт болды дедім. Хан мырза, сіз де ұйықтаңыз. Бүгін түнде кетпейм. Не үшін? Өйткені анама қарсы шығып, құдалықты тоқтаттым. Мені үйден қуып шықты. Дегенің болсын. Бәрібір бір бөлме бос қой. Ертең түсірілім басталады, ұйықтауым керек. Неге күліп тұрсың, анашым? Күлгем жоқ. Қане, киіміңді ауыстырайық. Хан көкемді шақырайықшы, бізбен бірге ұйықтасын. Болмайды. Қане, тез ұйықтайық. Оны жіберіңдер. Сүрілді, қайталаңдар. Қалайсың? Қалай болдың? Тағы бір рет, жақсылап көрсетіңдер. Режиссер, бұл сахнаны 20 рет түсірдік қой, не дұрыс емес? Сәл эмоция жетіспейді. Тағы бір рет көрейік. Қане? Бұл сахна тіпті сценарийде де жоқ. Сіз актрисасыз. Мәтінді толық оқып шығуыңыз керек. Ал сіз демеушісіз. Түсірілім алаңында не қатысыңыз бар? Қызық екен. Компанияның басқа ісі жоқ па? Жарты ай бойы түсірілімнен шықпай жүрсіз. Режиссер, түсірілімді бастаймыз ба? Қане, тағы бір рет көрейік. Кеңесші қайда? Джун ханым, сценарий бойынша сұрағым бар. Джун ханым. Міне келдім, не боп қалды? Кеңесші орнында жоқ, басшы бізге келігуде. Кешірім өтінем. Хан мырза мені құжаттарға жұмсаған еді. Қазір қай сахна? Чумо? Чумо? Не болды? Арқаңа не болған? Бұл сахнада төбелес жоқ қой. Тағы да ханды онлай ма? Көрдіңіз бе? Чумо жарақат алды. Енді қалай ойнаймыз? Барлық командаға 3 күн демалыс берем. Бәрі дұрыс. Бүгінге жұмыс бітті. Жарайды, рахмет. Жарайды, рахмет. Түсірілімге жартай болды. Джунлиннен аулақ жүрші, жарай ма? Тым болмаса фильм аяқталғанша. Джунлин екеуміздің жасыратынымыз жоқ. Несіне қорқамыз? Дұрыс айтасың, жасыратының жоқ. Бірақ ол хан Дунлаймен бірге. Оны қинай алмайсың. Саған тегін ретінде қарайтынын көріп жүрмін ғой. Өзімде бәрін түсінем. Кіруге бола ма? Кіре бер. Қалайсың? Бәрі дұрыс. Сөйлесе беріңдер. Мен кетейін. Рахмет. Кешір. Сенің кінәң жоқ. Менің кесірімнен хан Дунлай саған соқтығып жүр. Бір-бірімізді қолдайтынымызды ұмыттың ба? Соқтықса, соқтыға берсін. Өзің есіме салмасаң тіпті ұмытып кетіппін. Менің інім екенсің ғой. Інің емеспін мен. Жарайды, інім емессің. Ей, сен Манли екеуің. Ол менің жай әріптесім.
досым десе де болады. Соның көмегімен ғана аман қалып жүрмін ғой. Ол да әпкем сияқты. Әпкең сияқты ма? Дәл мен секілді ме? Саған жетпейді. Саған әпке деп қарамаймын. Джунлин, мен саған... Жарайды. Калайдың сабағы аяқталды. Оны алып келейін. Ал сен емдел, бірдеңе болса хабарлас. Саған не керек? Сценарийді талқылайық. Қай бетіңмен айтып тұрсың? Демеуші болдым деп өзгерте бересің бе? Ол менің жеке туындым. Жарайды. Өзгертпейін. Бүгін демалыс. Калаймен уақыт өткізем. Оны таңғы асқа апармақшымын. Мен де таңғы ас ішпедім. Бірге тамақтанайық. Отыр. Кім бар мұнда? Не керек? Джунлин осында тұра ма? Я, анам таңғы ас әкелуге кетті. Ол үйде жоқ. Ал сен маған есік аша аласың ба? Танымайтын адамдарға есік ашпа деген. Мен Хан Дунлайдың анасымын. Хан Дунлайдың анасы ма? Демек, таныс адам екенсіз ғой? Мархабат. Әже, сен сондай әдемісің. Ал сен қалаймысың? Я. Ендеше әжең айта ғой. Хан көкең мұнда жиі келе ме? Калай, кәмпит жейсің бе? Жеймін. Бірақ оны жеді деп анама айтпаңызшы. Жарайды. Стай ғой. Тәтті ме? Тәтті. Ақылдым сол. Ендеше айта қойшы. Хан көкең мұнда жиі келе ме? Жиі келеді. Сен хан көкемнің анасысың ғой, сен де енді жиі келсең болады. Мына бала Дунлайдың кішкентай кезінен аумайды екен. Әже, әже. Калай, жасың қаншада? Мен 5-темін. Қай жылы туылдың сен? Қай жылы? Әже, басым айналып барады. Туған күніңді айтшы маған. Калай, саған тағы кәмпит берем. Анашым, Калай. Анашым, не үшін келдің? Бұл хан әулетінің пәтері. Не үшін келмеуім керек? Айттым ғой саған танымайтын адамдарға есік ашпа деп. Бірақ ол әжем ғой. Ол саған әже емес. Жетер. Балаға ұрыспа. Хан ханым, мен бұл үйдің пәтер ақысын төлеп отырмын. Тегін тұрып жатқам жоқ. Өтінен бізді енді мазаламаңыз. Калай, Калай!可知道在等雪花